Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дрожжсыз айранға үйленген пирожки жасайтын боламыз. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, коммент жазып, лайк басып, қоңырау шоуды басуды ұмытпаңыздар. Бізге пирожкидің қамырын илеу үшін 2 ас қасық майонез керек, сода керек, тұз керек, ұн керек және 200 грамм айран керек жылы. Достардың бәрін құйып, қамыр илейміз. Тұз сабалам бірінші. 200 грамм жылы айранды құям. Енді жылы айранымызға 2 ас қасық майонезімізді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз да. Содамызды саламыз. Сода араласып болғаннан кейін айранымыз шамалы көпірейді, сосын ұнымызды сала бастаймыз. Ұн салып болған соң қасықтың көмегімен жайлап араластырамыз. Сосын қолымызбен жақсылап илейміз. Қамырымды қолмен илеп қойдым. Енді бір 15-20 минутқа тұру керек. Қамырымды жайым. Пирожкиге дайындалған. Сөйтіп оны осындай бокалдың көлігімен үлкендеу кесіп алам. İçine картопты салып түйу үшін. Пирожкидің ішіне салатын салмаға мен алдын ала картоп қайнатып алам. Бір 12-13 штук. Отқа қойып қойдым. 15 минутта қайнап піседі. Мына картопым қайнап пісті. Картопты мыжып аламыз. Тұз салам. Дәміне қарай бұрыш салам. Енді аз ғана сүймаймыз құямыз. Осылай жақсылап араластырып алдық. Картоптарымызды осылай сабаламыз да. Белгінің көмегімен басып шығамыз шеттерін. Барлық жерін бірге. Айналдырып басамыз. Майға салған кезде ашылып кетпеу үшін мықтап басу керек. Бәрін осылай бүгіп аламыз. Сосын қызып тұрған майымызға қуыратын боламыз. Осылай қызып тұрған майымызға біртіндеп салып қуырып аламыз. Бірінші астыңғы бетін қуырамыз, кейін екінші бетін қуырамыз. Екінші бетін айналдырып қуырдым. Міне қызарып қосылып жатыр. Осылай салып аламыз. Қуырып. Достар, дрожжсыз айранға үйленген пирожкиміз дайын болды. Түрі әдемі. Егер де менің рецептім ұнап жатса, каналыма кіріп, қоңырау шамын басыңыздар.